Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен Алтын балта арнасы. Бүгін сіздерге адамдардың ақылға қонбайтын әрекеттері мен түсініксіз қылықтарын көрсетпекшіміз. Ендеше видеомызды бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ешқашан бостан-босқа тәуекел ете бермеңіз. Әсіресе қасыңызда сенуге болмайтын адамдар болса. Балақай телефонын кәріс қақпағының тесігіне ұстап тұрған сәтте қасындағы бала жұлқып жіберіп еді, телефон төменге түсіп кетті. Егер бұл зат сізге қымбат болса, тәуекел еткенде не пайда? Мына балақай қолындағы телефонмен фокус көрсететінін айтып, телефонды столдың үстіне қойды. Сосын балғамен бірнеше соққы берді. Сценарий бойынша телефон сынбауы керек, бірақ фокус сәтсіз шыққан секілді. Мына балаға өзінің ескі телефоны ұнамай қалыпты. Енді анасына жаңа телефон алып бер деп тұр. Осылай жасаса, телефон алып береді деп ойлаған болса керек. Керісінше, енді телефонсыз қалатын шығар. Доп жұқа мұздың үстінен домалап кетті. Допты алу үшін мұздың үстімен жүргенде жарықтар пайда болды. Бірақ түсіп кетпеді. Допты алып, шетке кетудің орнына үстінде жүргенде жөн санаған секілді. Ақыр соңында мұз жарылып, суға құлады. Мына атамызды осы көліктің егесі ренжіткен секілді. Бастапқыда сыртын сызып жатыр еді. Камераға түсіріп жатқанын көріп, ашуы көтеріліп кетті ме, жан айнасын ұрып сындыра бастады. Менің ойымша, мына қымбат әшекей сататын магазиннің егесі қарапайым адам секілді. Ол кез келген сатып алушыға әшекейді тағып көремін десе, еш ойланбай бере салады. Мына жігіт бұны пайдаланып, есіктен қашпақшы болғанда шыға алмай қалды. Көріп тұрғандарыңыздай, ұры қалай ақмақ болғанын білмей қалды. Кез келген қыз жігіті үйленуге ұсыныс жасағанын қалайды. Алайда ұсыныс жасардан алдын, ол сізді шынымен жақсы көретініне сенімді болғаныңыз жөн. Себебі сіз күтпеген жағдай орын алуы мүмкін. Қытайдағы айналы көпірлердің бір ерекшелігі бар. Оның үстімен жүрген кезде айнадағы экран сынып жатқан секілді көрінеді. Келген туристер бұны білсе де қорқып кетеді, ал мүлдем білмейтін адамдар шошып кетеді. Бірақ Қытай үкіметі алдыңғы жылы барлық айналы көпірлерге тыйым салды.